Сәлеметсіңдер ме 3 сынып оқушылары? Бүгін бізде АКТ сабағы. Біз АКТ сабағынан презентация жасауды бастадық, үйреніп. Презентацияны қандай бағдарламада жасаймыз? Өте дұрыс. Презентацияны PowerPoint бағдарламасында жасаймыз. Алдыңғы сабақта сендер осы PowerPoint бағдарламасында не үйрендіңдер? Өте дұрыс. Презентацияны құруды үйрендік. Оның ішіне слайдтарды қосуды үйрендік. Слайдтардың макеттерін жасауды үйрендік. Сонымен қатар сол презентацияны, яғни PowerPoint-ты сақтауды үйрендік. Көбісін жібердіңдер маған жұмыстарыңды. Ол маған өте ұнады, өте қуаныштымын сендердің белсенді түрде PowerPoint бағдарламасын қолдануды үйреніп жатқандарың. Компьютерде де, телефонда да жасап жіберіп жатсыңдар, жарайсыңдар. Бұл сабақтан да сондай үлкен нәтиже күтемін. Барлығыңа қызық болады деп ойлаймын. Ал енді бүгінгі жаңа сабағымызды бастайық. Жаңа сабағымыз сол презентациямызды одан ары қарай жалғастырамыз, яғни біз оны безендіреміз. Безендіру дегенде сендерге қандай көз алдарыңа не елестейді? Ол әсемдеу, әдемілеу, көрнекіліктер қосу презентациямызға. Сол арқылы біз презентациямызды не істейміз? Безендіре аламыз. Презентацияны біз безендіру үшін PowerPoint бағдарламасында дизайн мәзір деген бар. Соның ішінен дизайнды таңдау арқылы біз безендіре алады екенбіз. Одан кейін слайд бағыты деген бар. Слайд бағытының ішінен біз слайдтың книжный немесе альбомный деген екі бағыты бар. Соны таңдау арқылы безендіре аламыз. Ең соңғы үшінші түрі ол фон стилі деген бар, яғни формат фоны деген батырма бар. Соның ішінде біркелкі құйып бояу, яғни сплошная заливка деген бар. Яғни ол біздің фонымызды, яғни слайдымыздың фоны болады ғой, артқы фоны. Соны біркелкі етіп, бір түске бояй аламыз. Одан кейін градиентті бояу деген бар. Оның ішінде біз градиентті түрде бояй аламыз, яғни біркелкі емес ол, бірақ сонда да боялады, яғни градиентті түрде. Қазір оны біз 300-інде көреміз, 4-еуінде қолданып, сол кезде сендерге түсінікті болады. Одан кейін сурет немесе текстура арқылы, яғни біз фонымызға сурет қоя аламыз, немесе текстуралар қоя аламыз. Фонымыз сол арқылы безендіріліп, әдемі көрініп тұратын болады. Келесі, ең соңғы төртіншісі, ол өрнекпен құйып бояу. Яғни өрнек деген не? Узорная заливка. Біркелкі бояу емес, бізде әдемілеп, өрнектелген, дайын бізде макеттер болады. Соларды таңдаймыз, узорларын, өзімізге ұнағанын. Сол арқылы фонымызды біз безендіре алады екенбіз. Ал енді осы презентацияны безендіруді іс жүзінде көрейік. Ол үшін біз не істейміз бірінші? Өте дұрыс. Біз презентация, яғни PowerPoint бағдарламасын құрамыз. Ол үшін мен маустың оң жағын басып, создать контекст менюден, контекст меню, создать батырмасының ішінен презентация Microsoft PowerPoint дегенді таңдаймын. Мұнда бірден атын жазуға болады. Мен 3-ші сынып презентацияны безендіру деп сақтайын. Ашамыз. Презентациямыз ашылды. Мына жерден мен макетінен пустой слайд деген таңдап аламын. Бірінші бізде не еді? Бірінші бізде дизайн. Дизайн мәзірі міне тұр. Дизайн мәзірінің ішінде міне дайын темалар, яғни дайын дизайндар тұр. Осының ішіне біз қалағанымызды таңдап алуымызға болады. Осы дизайнның ішінен мен тамшылары бар дизайнды таңдағым келеді. Слайдымыздың фоны біркелкі дизайнға айналды. Тағы бір слайд қосып көрейік. Сізді слайд. Қосылған слайдтарымызда дәл осы дизайнмен
қосылады екен. Басқа дизайнға ауыстыратын болсақ, міне дизайнның ішін таңдаймыз. Сонымен қатар бұл дизайндағы фрагменттердің бөліктерінің түстерін ауыстыра алады екенбіз. Дизайн мәзірмен жұмыс жасау сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Мысалы, қайтадан келейік. Ал енді түсінікті болса, онда бізде дизайнның ішінен размер слайда деген бар. Осының ішінен біз книжный альбомны, яғни тік ақпарақ болып тұрады ма, немесе горизонтальный ақпарақ болып тұрады ма, соны таңдауымызға болады. Қазір айырмашылығын байқайсыңдар. Қазір бізде альбомны болып тұр. Книжныйға айналдырсақ, подбор размерін таңдау керек. Міне, тік ақпаратқа айналды. Осылай біз слайдымыздың бағытын таңдай алады екенбіз. Қайтадан альбомныйға айналдырып, подбор размері десек, слайдтың бастапқы күйіне, яғни книжный вариантқа келеді екен. Слайд бағыты түсінікті болды деп ойлаймын. Енді ең қызық, ең мәліметі көп, мүмкіндігі көп формат фоныға келейік. Яғни формат стилі. Формат фонының дизайн мәзірінің ішінен міне формат фоны батырмасы арқылы, немесе контексттік менюдің ішінен формат фоны батырмасы арқылы терезені аша аламыз. Міне оң жағынан терезе ашылды. Сплошная заливка деп айттық. Градиентная заливка жасауға болады фонымызда. Рисунок или текстура, узорная заливка. Сплошная заливка дегеніміз слайдымыздың фоны бір келкі түске айналады. Міне сплошная заливканы таңдап, түсін таңдаймыз, цвет деген жерден. Көкті таңдасақ, бір келкі көк түске айналады. Тағы слайд қосып көрейік. Бұл дизайндағына темалар сияқты емес. Бір түсті таңдасақ, бүкіл слайдқа сол қолданылатын. Егер де барлығына сол бір фон қолданылсын десеңіздер, применить ко всем деген басасыздар. Осыны таңдап, применить ко всем десеңіз, мұны барлық слайдтар бір түске айналады. Артқа қайтарамыз. Ал енді сплошная заливка дегенді түсіндік. Фонды бір келкі бір түске айналдыра аламыз. Градиентная заливка, яғни ол бізде бір жері ақшылдау, бір жері тоқ түсті болып солай тұрады. Оны біз мына точка градиенті арқылы бере аламыз. Байқасаңдар, слайдымыздағы түстер өзгеріп тұр. Типтің ішінен линейный, радиальный, прямоугольник деген сияқты түрлі типтерді таңдай аламыз. Установленные градиенты. Мысалы, мына жерде тек жарықты көрдіңдер ма? Градиент, яғни жарығымыз бізде ортасынан басталып тұр. Радиальныйды таңдаған, ал линейныйды таңдасақ, ол онда мына сызық, линейный дегеніміз сызық түрінде былай жарығымыз және тоқ түсті бөлігіміз жылжиды. Түсінде өзгерте аламыз. Міне линейный емес, путь таңдап көрейік. Әртүрлі осындай градиентная заливка арқылы фонды бере алады екенбіз. Келесі рисунок или текстура. Текстура дегеннің өзі, сендер матаны білесіңдер ғой, материал, яғни киім тігетін материал. Сода текстурасы болады. Сол сияқты міне біздің фонымызға да текстураны беруге болады. Бірінші текстурамен таныстырып өтейін, кейін рисунокпен танысамыз. Мына жерде текстураның түрлері бар. Осыны мен мына жерді үлкейтіп алайын, барлық көріну үшін. Әртүрлі текстурамыз бар. Қалағанымызды таңдап фонымызға қоя аламыз. Міне тамшылар. Текстуралар осындай жолмен жасалады. Ал біз рисунок, яғни фонымызға сүйрет қою үшін не істейміз?
рисунок или текстураны таңдалып тұр бізде. Файлды бассақ, компьютеріміздегі бумаларымыз шығады. Соның ішінен өзімізге керекті рисунокты, яғни суретті таңдап аламыз. Ал мен 88-ші мектептің логотипін қойғым келеді. Міне, бүкіл слайдтың бетіне фон түрінде қойған суретіміз қойылды, иә? Тағы да бір рет қойып көрейік. Кәне нені басамыз? Біз рисунок или текстураны басамыз. Соның ішіне файл деген батырманы таңдаймыз. Өзімізге керекті суретті компьютерімізден тауып аламыз. Бук дейді. Мына суретті қарап көрейік. Міне, кітабымыз фон түрінде орналасты. Ал узорная заливка келесі. Бұл жерде узор дегенді жаңағы қазақшасы оның оюлар арқылы, ою өрнектері арқылы әртүрлі узорлар болады. Міне сызық түрінде, немесе нүкте-нүкте, міне узорларымызды дайын шаблондарын таңдаймыз. Сурет шаблонды таңдағаннан кейін оның түсінде таңдай аламыз. Міне көк түске, қызыл түске қойып көрейік. Передний план. Фонымыз мысалы қызыл болсын да, ал узорларымыздың түсі көк болсын. Міне, фонымыз немесе сары болсын, ал узорлардың түсі қызыл болсын. Міне, узорная заливка деген осы ою өрнекпен бояу, яғни, бізде дайын шаблондар болады екен. Соның ішінен біреуін таңдаймыз. Және передний план деген ол, яғни біздің узорлардың түсі. Ал фон деген ол узорлардың артындағы түс. Сол арқылы түстерін таңдап алады екенбіз. Сонымен балалар, біз дизайн арқылы, дизайн мәзірінен темалармен дайын темаларды, яғни дизайндарды қою арқылы безендіруді үйрендік. Формат фонының ішінен міне 4 түрлі: сплошная заливка, градиентная, рисунок или текстура, узорная заливка. 4 түрлі тәсілмен фонымызды безендіруді үйрендік. Және размер слайданың ішінен настроить размер слайдов деп книжный және альбомный қылып таңдау арқылы слайдымыздың бағытын өзгертуді үйрендік. Осылай біз слайдтарымызды безендірдік. Келесі сабақта біз нысандарды кірістіруді үйренеміз. Яғни нысандар дегеніміз не ол? Әртүрлі видеолар, рисунктар, яғни суреттер, фигуралар кірістіруді, мәтіндерді кірістіруді, стильді мәтіндерді кірістіруді үйренетін боламыз. Сабағымыз түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, мұғалімге міндетті түрде жазамыз. Түсінбеген жерлеріңізді сұраңдар. Презентация жасау тақырыбы жалпы барлығына түсінікті болып жатыр ма? Және қызықты болып жатыр ма? Балалар, үйренеміз. Өйткені бізде қазір ақпараттың заманы, біз барлық осындай бағдарламалармен жұмыс жасай білуге талпынуымыз керек. Үй жұмысын бермеймін, бірақ өздерің өз еріктерімен осыны жасап көрулеріне болады. Ал сендерге басқа сабақтарыңа да сәттілік. Сау болыңдар.